Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашардың 14-ші мәзірін ұсынамын. Бізде ыстық тағамға осындай нан салма. Кейбір жерде майғамыр деп атайды, кейбір жерде аймаш деп те жатады. Өте дәмді болып шығады. Тәттімізге кремі тәтті болып шығатын жұп-жұмсақ пирог және де хит салат. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші пирогымыздан бастайық. Қантымыздың үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң айранымызға бір қасықтай содамызды салып, араластырып барып жұмыртқалы массамызға құямыз. Бұл пирог өте оңай жасалады, әрі тез піседі, жұп-жұмсақ болады. Араластырып барып ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Мен алдын ала дайындап қойдым ұнымды. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді пеште пісіретін формамызды дайындаймыз. Үстіне пергамент қағазын төсеп, 4 бұрышты болсын, домалақ болсын, жайып шығатын боламыз тегістеп. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Енді тамағымызға кірісейік. Кішкене майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Кубиктап турадым мен, өз еріктеріңіз. Үлкен етіп турасаңыздар да болады. Бір қасық томат салып, қуырып жіберіп, кішкене су құямыз. Подливіміз дайын болам дегенше салатымызды турап тастайық. Сырымызды 3 бұрыштап, колбасамызды да 3 бұрыштап, жалпы барлығын ірі-ірі етіп тураймыз. Мінекей 3 бұрыштап турасаңыздар, өзгеше болып, әдем болып көрінетін болады. Колбасамызды да 3 бұрыштап тураймыз. Салат жапырағын қостым. Салат жапырағын ірі-ірі етіп 2-3 бөлікке бөле саламыз. Тұздалған қиярымызды да қиғаштап тураймыз. Қызанағымыз бен жұмыртқамызды да ірі-ірі етіп турап шығамыз. Пирогымыз пісіп шықты. Енді кері аударып, пергамент қағазын алып, осы жерге жылы суымызға сгущенкамызды қосып, жағып шығатын боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Қаймақ пен сгущенканы қосып, араластырып, жағып шығамыз. Бисквитімізге өте дәмді болып шығады бұл крем. Оңай жасалады, қолжетімді жасап көріңіздер. Барлық қоспалардың мөлшерін описанияға жазып қоятын боламын. Мінекей пирогымыз дайын. Енді холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі сіңіп, әдем болып тұрады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Подливімізге дәміне қарай тұзын, бұрышын салып аламыз, және картопты салып, араластырып, кішкене отта бұқтыратын боламыз. Енді қамыр елейтін боламыз. 2 жұмыртқамызға суымызды құйып, 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. 2 жұмыртқа емес, 1 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Мен 2 жұмыртқа қосқанды жөн көрдім. Ұнды керегінше салып, жақсылап қамыр елейміз. Бір зуала қамыр бұл.
Мінекей қамырды илеп, осылай пакетке салып тындырып қоятын боламыз 15-20 минутқа. Енді қамырымызды жаяйық, 15 минут 20 минуттай тұрды. Домалақ етіп, жұқалап жайып шығатын боламыз. Менің каналымда 30 түрлі пирогтың, 30 түрлі тамақтың, 30 түрлі салаттың ауызашарға арналған мәзірі салынып жатыр. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды сіз бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей қамырымызды жұқалап жайып шықтық. Енді арасына осылай ұнды сеуіп барып ораймыз. Өйткені қазір кескен кезде бізге қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін. Осылай ортасынан бір бөлікке бөліп, 1 сантиметрге жетер-жетпестей етіп турап шығатын боламыз. Туралған қамырды видеодағыдай бір-біріне жабысып қалмас үшін ажыратып, жабысқан жерлерін дұрыстап шығамыз. Турап қойған салатымызға майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де тұз қаласаңыздар, кішкене себелесеңіздер болады. Менің огурцым, тұздалған огурцым өте қатты тұздалған болғандықтан мен салған жоқпын. Мінекей салатымыз әдемі, керемет болып шықты. Тойымды, дәмді, әрі көрінісі де өте әдемі болып көрінеді. Жасап көріңіздер. Пирогтарымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қойған болатынмын. Қараңыздар, жүп жұмсақ, әрі кремі де қатқан, өте дәмді. Менің каналымда хит пирогтардың, әрі оңай жасалатын пирогтардың рецептері бар. Сондықтан қарап көріңіздер. Суымыз қайнады. Суымызға 1 қасық қана тұз салып жіберіп қайнаттық. Қайнаған соң барып, қамырымызды осылай салып, 5-7 минутта пісіп шығарамыз. Суға салған уақытта кішкене осылай қозғап жіберіңіздер. Мінекей қамырымыз пісті. Керемет дәмді болып шығады бұл тағам. Барлығын алып болғаннан кейін қамырымызға подливымыздың кішкене суынан қозғап жібереміз. Жан-жағын бәрін қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін. Одан кейін барып картопымызды, етімізді салып, үстіне көк пияз, укроппен әрлеп, жұмыртқаны қойып бере берсеңіздер болады. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі үлкен кісілер де, балапандарыңыз да сүйсініп жеп қояды. Осымен менің ауызашарымның 14-ші мәзірі дайын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыздар.